Еліміздің өз тәуелсіздігін алуы, халқымыздың төл мәдениетімен, салт дәстүрімен, дінімен қауышуына жол ашып, ұлтымыздың рухани өміріне оңды өзгерістер алып келді. Десек те, дінді өз мақсатына пайдаланғысы келген топтар да қоғамымызға еніп үлгерді. Мұндай деструктивті идеологияны ұстанушы топтар діннің атынан сөз сөйлеп, әрекет етулерімен қатар саяси мақсаттарға қол жеткізуді көздейді. Оның жетегіне түсіп кеткендер айналасына адасушылық уын сеуіп жүрміз деп ойламайды. Деструктивті діни идеологияның жетегіне түсіп кеткендердің жан дүниесінен мынандай өзгешеліктер аңғарылады. Соқыр сенімнің шынайылығына сенеді. Ата-аналарына деген қарым-қатынастарында өшпенділік пайда болады. Оқудан, жұмыстан, дәрігерлерге қаралудан бас тартады. Мінездерінде тұйықтылық байқалады. Достарымен араласпайды, қоғамнан барынша өздерін алшақ ұстайды. Айналасындағы өзгерістерге міз бақпайтын аяушылығы төмен адамға айналады. Тұңғиық шыңыраудағы жат ағымдардың идеясы көбінесе жеткілікті деңгейде білім алмағандықтан өздеріне сенімсіз, өмірдің ақ қарасын ажырата білмейтін түсінікте қалып қояды және өздерінен басқаның пікірлерін жоққа шығарады. Олар ата-бабаларымыз сан ғасырдан бері ұстанып келе жатқан салт дәстүрлерімізді жоққа шығарып, қоғам арасында батадан кейін бет сипауға, қабірді зиярат етуге және оған белгі тас қоюға болмайды. Музыка, өнер, тіпті туған күн тойлаудың өзін харам деген секілді байыпсыз пікірлер таратады. Алайда бұл дәстүрлеріміздің ислам дініне ешбір қайшылығы жоқ екені. Салт дәстүр әдет-ғұрпымыздағы Наурыз мерекесін тойлау, жеті атаға дейін қыз алыспау, тіпті ата-баба мазарына зиярат жасау деген секілді нәрселер діннен ауытқушылық емес, керісінше дінмен тамаша үйлесім тапқан әдет-ғұрып салт дәстүрлер екені бесенеден белгілі. Біздің әдет-ғұрып салт дәстүрлеріміз ислам дінінің аясында шариғат шеңберінде сан ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқаны баршамызға белгілі. Осыны ұмытпағанымыз абзал. Өз ұлтының асыл құндылықтарымен сусындаған, ата-баба тәрбиесімен құндақталған ұрпақ ешқашан жат ағымдардың жетегіне ермейді. Обал мен сауапты, ар-ұятты оғынған адам ешқашан біреудің ала жібін аттамайды. Ойланыңыз, жат ағым жарға жығады. Оның арты қап-қара түнек. Зайырлы қоғамға лайықты өмір сүрейік.